Сәлем озат оқушым, бүгін бізде 33-ші сабақ әліпби тақырыбын жалғастырамыз, иә? Бірінші жаттығу ертегіні түсініп оқы дейді. Түлкі мен тырна деген ертегі екен. Оқып көрейік. Тырна түлкінің үйіне қонаққа келеді. Түлкі ботқаны жайпақ табаққа салып тырнаның алдына қояды. Тамақ ал. Тырна жайпақ табақты тұмсығымен шоқып-шоқып ештеңе жей алмайды. Келесі күні түлкі тырнаға қонаққа келеді. Тырна сорпа дайындап, оны құмыраға құйып беріпті. Түлкі сорпаны іше алмайды, құмыраға басы кірмей қояды. Ал тырна ұзын тұмсығымен шоқи береді. Түлкі ренжіп үйіне аш қайтыпты дейді. Мінекей осындай түлкі мен тырна жайлы қызықты ертегі екен. Енді ертегі мазмұны бойынша сұрақ қой дейді. Бірінші сұрақ: тырна қайда қонаққа келді дейді. Тырна түлкінің үйіне қонаққа келеді екен, иә? Екінші сұрақты былай қойсақ болады: тырнаға қонаққа келген түлкі үйіне қалай қайтты дейді. Түлкі ренжіп үйіне аш қайтқан екен, иә? Келесі екінші жаттығу: көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, сөздерді әліпби ретімен жаз дейді. Мінекей, көп нүктенің орнына қандай әріптерді қою керек, соларды қызылмен жазып көрсетіп қойдым, иә? Енді осы сөздердің барлығын әріптерді қоя отырып әліпбидің ретімен жазамыз. Мысалға, әліпбидің реті бойынша ең бірінші әріп А, одан кейін Ә, сосын Б деп кетеді. Сол рет бойынша сөздерді былай жазамыз: бұрғы, жүзім, күміс, көлеңке, құмыра, түлкі деп жазып алады екенбіз. Келесі бізде үшінші жаттығу: әліпбидегі Р әрпінің алдында және соңында тұрған әріптерді ата. Сол әріптерден басталатын сөздерді айт дейді. Мінекей, әліпбиді көрсетіп қойдық. Осы жерден Р әрпін табамыз, иә? Ол үшінші қатарда орналасқан. Соның алдындағы әріп бізде П екен, иә? Р әрпінен кейінгі тұрған әріп С әрпі екен. Мінекей, астын қызылмен сызып көрсетіп қойдық, иә? Енді осы П және С әріптерінен басталатын сөздерді айтып көрейік. Олар бізде парта, пеш, пішін, пайдалы. Бұл П әрпінен басталатын сөздер, иә? Енді келесі С әрпінен басталатын сөздерді айтатын болсақ, оған сөмке, сағат, сан, сенім деген сөздерді айтып көрсек болады екен. С әрпінен басталатын, иә, озат оқушым? Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркелмеген болсақ, тіркеліп алайық, иә? Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.